Кешірім. Кешірім жолын ұста, дұрыстыққа бүйір. Білместіктен аулақ бол. Ағраф сүресі 199 аят. Құран кәрімде жазалау сөзі 117 рет келсе, кешірімді болу, кешіру жайлы есе көп айтылған. Яғни 234 рет кездеседі. Бұл көрсеткіштен Құранда жазалаудан гөрі кешірімділікке үлкен мән берілгенін білуге болады. Ислам дінінің талабы бойынша араздасқан екі мұсылманның өкпе реніші 3 күннен аспау керек екен. Ол үшін сіз ренішіңізді ұмытып, шын жүректен Алланың ризашылығы үшін кешіруіңіз керек. Ал біздер қайтеміз? 40 жылғы өкпе ренішті арқалап алып, батпандай ауыр салмақты ауруға айналдырып болғанша, әлгі реніштен арылмаймыз. Менің түпсана сабағыма қатысушылар біледі. Түпсана тазаланбай, аффирмация айтудың пайдасы екенін. Түпсанадағы қоқысты шығарылмай, арманын орындау мүмкін емес екен. Ал тазалану дегеніңіз осы өкпе, реніш, қорқыныштардан арылу. Басқа түгілі түпсанамыз өзімізді 9 ай көтеріп, дүниеге әкелген, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген ата-анамызға өкпе ренішімізді сақтап қойғанбыз. Адамдармен жайдан-жай араласа бермей, зерттеп жүргенді жақсы көремін. Бір жігітті танимын, айтыстың жанкүйері. Көрген кезде сәлеміміз түзу. Қателеспесем, мектептен кейін оқымаған. Бірақ сөйлегенде сөздің майын тамызады. Өте пысық, өте бай. Мен әр адамның тыныс тіршілігіне қарап отырып, жолының ашық, жабық екенін шамалай аламын. Жаңағы танысым бір жұмбақ болды маған. Қатты жомарт емес, көпшіл деп те айта алмаймын. Бірақ жолы болғыш. Жақында ұшақта кездесіп қалдық. 1 сағаттық әңгімелесу барысында оның бір ауыз сөзі арқылы сұрағымның жауабын таптым. Ол менің анамның көзінен сүймей, ұйықтамаймын. Анамның батасын алмай, үйден шықпаймын деді. Қандай керемет. Алланың нұры анасының разылығын алған адамға жаумағанда кімге жаусын? Ата-анасының разылығын алуға ұмтылатын парасатты ұрпақты Алла бәрімізге нәсіп еткей. Ақтау техникасы деген бар. Ата-анаңыздың сізді өкпелеткен, ренжіткен кездеріне 70 түрлі ақтау жазып, ақтап алу техникасы. Осы тапсырма берілгенде сабаққа қатысушыларының басым бөлігі менің ата-анама деген ешқандай ренішім жоқ, не деп ақтап аламын деп азарда безер болған. Кейін техниканы орындаған кезде түнімен жылап шыққандарын айтты. Бұл не деген сөз? Сіз ата-анаңызға ренжімейсіз, мен сенемін. Арғы дүниелік ата-анама ренжімек түгілі мен оларға қарыздармын дейсіз. Бірақ сіз бала күніңізде ренжігеніңіз анық қой. Кәмпит әпермей қойғанда, қонаққа апармай қойғанда, немесе қонақ келгенде барын салып, дастарханын жайнатып қойған ата-анаңыз сізге дастарханнан тәтті бермей қойғанда, өкпелеп қалдыңыз ғой. Түпсана сол сіздің кішкене күніңіздегі өкпе ренішті өзіне сақтап қояды. Тіпті кейбір психологиялық кітаптарда түпсананы адамның жоғары мені деп атап, оның жасы сіздің 5 жасыңыздағы кезеңіңіз деп те суреттейді. Ал 5 жастағы баланың не болса соған өкпелей салуы қалыпты жағдай емес пе? Кімде кімнің қателігін көрсең, 70 түрлі үзірмен ақтап ал дейді Алла тағала. Қалайша бізге өмір сыйлаған әке-шешені ақтауға болады дегендер болды. Нәтижелерді көріп, дұрыс жасатып жатқанымды түсіндім. Ешқандай ренішім жоқ дегендердің түпсанасында реніші бар болып шықты. Еш ренішім жоқ деген бір қыздың түпсанаға үңіле келе, күйеуіне реніші көп екені байқалды. Әке-шешесіне реніші көп адамның күйеуіне реніші көп. Әкесі арақ ішетін болса, әке ішпеші деп айта алмайды. Ішінде ұстап жүре береді. Яғни кінәмшіл сөзі ішінде қалды ғой. Ол күйеуге тиеді де күйеуіне айта бастайды. Ішпе дейді, анау, мынау дейді. Бірақ сол әкеге деген претензия еді. Ол ақтау неге керек? Күйеуді әкеңнен бөліп алу. Әкесі ішетіндердің күйеуі де ішетін болып шығады.
Әке өз орнында, шеше өз орнында тұруы керек. Әкені ақтап алғанда кейбір әйелдердің күйеуіне деген претензиясы жоғалып кетеді. Көптеген әйелдердің өз-өзіне көңілі толмаушылық, ол анасына деген өкпесі. Кішкентай бала ыдысты жуып қой дегенге де өкпелеуі мүмкін. Ал сол балалық өкпесі түп санасында қалып қалуы мүмкін. Адам өкпелей беретін болса, демек кішкентай кезінде көп өкпелеткен оны. Кім өкпелейді? Бала өкпелейді. Ендеше өкпесі қанағаттанбаған адам өмір бақи өкпелей береді. Кешірімге қатысты тағы бір техника бар. Өзіңіз ренжітіп алған адамдардың ойша елестете отырып қағазға кешірім сұрап жазасыз. Не үшін ренжіткеніңізді жазасыз, немесе өкпені де солай. Өкпеңізді сіз өкпелеп жүрген адамның білмеуі де мүмкін ғой. Осылай жазып, өртеп жібересіз, немесе суға ағызасыз. Жеңілдікті сезінесіз. Әрине, кешірдім, босаттым деп жазған күннің өзінде сол адамды көргенде қайта жыныңызға тиюі мүмкін. Техниканы қайта қайталайсыз. Кешірімнің өзімен де біраз жұмыс істеу керек. Жазғаныңызда жеңілдетпесе, аффирмация айтып жәрдемдесіңіз. Маған адамдардың кешіру өте оңай деп. Адам өзі айтқан өтірігіне өзі сеніп қалады. Өйткені түп санасы сеніп қалады. Мысалы, сіз дүкенге барғыңыз келді делік. Ойша, мен дүкенге барып керегімді алып келдім деп елестетіп, айтсаңыз, түп санаңыз расында да сіздің дүкенге барып келгеніңізге сеніп қалуы мүмкін. Бір келіншек хат жазыпты. 14 жаста қызым бар. Қалағанның бәрін әперіп отырмыз әкесі екеуміз. Бірақ өте қырсық, өтірікті көп айтады. Ұрдым, ұрыстым, жай айттым, тым нәтиже жоқ депті. Қызыңызды маған алып келіңіз, болмаса өзін жіберіңіз дедім. Ертіп келді. Келе сала ұрыс басталып кетті. Айқайлап жатқан анасы. Қызы жұлынып әрең отыр. Екеуін әрең дегенде сабырға шақыру үшін 2 бөлмеге бөлек отырғыздым да бір-біріне хат жазуын өтіндім. Анасына ешқандай өкпе ренішсіз махаббатқа толы хат жазыңызшы дедім. Сонымен жазу басталды. Анасы жазып жатыр. Арасында жылап алады. Сосын ары қарай жазады. Қыз әлі қырсығып отыр. Менің оған жазатын ештеңем жоқ деді басында. Сосын қаламды алды да бір ғана сөйлем жазды. Анаңа өз қолыңмен берші, қазір шақырайын деп өтіндім. Сол сәтте көзінен бір тамшы жас үзіліп түсті. Сіз апарып беріңізші, мен ұяламын деп жылап жіберді. Анасына хатты апарып бердім. Ашты, оқыды. Сосын отыра қалып, ол да жылады. Хаттың ішінде бір-ақ ауыз сөз жазылған екен. Мама, мені құшақтаңызшы. Мен сізді қатты сағындым. Күн сайын ұрыс ести бергеннен шаршаған ғой байғұс қыз. Жалпы баланың қырсықтығы, бұзықтығы маған мейірім керек деген сигнал. Осы жағдай менің өзіме қатты ой салды. Мен өз қызымды ойладым. Соңғы рет қашан құшақтадым, қашан еркелеттім деп жаман болдым. Көшеден көршіні көріп қалсақ ас түсіне түсіп жағдайын сұраймыз. Тойға барсақ, туыстардың көңілі үшін өтірік болса да күліп отырамыз. Достарымыздың көңілін көтеру үшін бар жылы сөзімізді арнаймыз. Ал жақындарымыз ше? Олардың не жазығы бар? Оларға неге сонша қаталмыз? Біреудің ата-анасына кішіпейіл боп, өз ата-анамыз бірдеңе десе жақтырмай, қабақ шытып тұратынымыз рас қой. Айдаладағы адамға бар ықыласымызды төгіп жүргенде, жақындарымыз бізден мейірім күтіп жүрген жоқ па? Мейірімді болуды өзімізден бастайықшы. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, мейірім. Адам есейген сайын ақылым көбейіп келе жатыр деп ойлайды. Бірақ ақылды болған сайын арманға қол жеткізу қиындап, көп нәрсеге сене бермейтін боламыз. Байқайсыздар ма, қай-қайсымыздың болсын, бала кездегі армандарымыз орындалған. Неге? Себебі баланың энергетикасы таза. Олар ешкімді жамандамайды, ешкімге ренжімейді, ешкіммен ұрыспайды. Ренжіп қалса, ренішін тез ұмытып қалады. Періште айтса қабыл болады, періште жол қарап еді, қонақ келді деп өзіміз талай айттық.
Көп жағдайда неге тілегіміз қабыл болмайды? Себебі жаратушыға айтып жатқан арызымыздың жолын өзіміз жауып тастаймыз. Блок көп, негатив көп, жаман энергетика көп. Шашымыз кірлесе жуамыз, үйіміз кірлесе тазалаймыз, киіміміз кірлесе жуамыз. Ал жан дүниені ше? Оны тазалаудың жолы көп. Оның ең бастысы өзімізді ренжіткен адамдарды кешіру. Қанша қиын болса да кешіріңіз, сонда өз жолыңыз ашылады. Кешірім жүректі жұмсартады. Кешірім денсаулықты нығайтады. Кез келген ауырып жүрген адаммен сөйлесіп көріңізші, әйтеуір біреуге реніші бар. Кешірім бақытқа да, байлыққа да жол ашады. Сосын өзіміз ренжіткен адамдардан кешірім сұрау. Ол да блок. Өзіміз білмейтін әңгімеге араласпау керек. Қорқынышты жаңалықтардан, кинолардан миды таза ұстау керек. Жүрегімізге жақын қабылдайтын ауыр сериалдарды қарамау. Кісінің көңіліне келетін ауыр сөз айтпау. Біреу тиісіп жатса жауап бермеу. Осы дүниелерді қиын болса да әдетімізге айналдырып үйреніп алсақ, көп тілегімізге қол жеткіземіз. Тазалықты балалардан үйренуіміз керек негізі. Басқа адамдарға қатысты әңгіме айтарда еш себебін білмей, сөгуге, жамандауға әзір тұрамыз. Бір мысал, әдебиеттен беретін апай сабақ айтып тұр. Бір күні теңіздің үстінде жүзіп келе жатқан алып кеме аударылыпты. Құтқарушы қайық келгенде ішінде жалғыз орын бар екен. Күйеу қайыққа секіріп мініп, ал әйелі суға батып кетіпті. Бірақ батып бара жатып, бір ауыз сөзді айқайлап айтып үлгеріпті. Қалай ойлайсыздар, әйел не деп айтты деп сұрақты қоймай жатып оқушылар, сен оңбағансың, мен сені жек көремін, еркек емессің деп айтқан шығар деп шуылдапты. Тек бір бала ғана үндемей тыңдап отырып, шу басылған соң, балаға дұрыстап қарашы деген шығар дейді. Мұғалім таң қалып, сен оны қайдан білесің десе, менің анам қайтыс болып бара жатып, әкеме солай деген болатын, деген екен. Класста үнсіздік, бәрінің көзінде жас. Мұғалім әңгімесін жалғастырып жатыр. Сонымен кемеден аман қалған еркек қызын өсіріп, ұзатып артынша қайтыс болған екен. Әкесі қайтыс болған соң, қызы оның күнделігін тауып алыпты. Ол жерде әйелім екеуміз үлкен қаладан емнен келе жаттық. Дәрігер маған әйеліңіздің 2-3 күн ғана уақыты қалды, ішкі органдары түгі қалмай езіліп біткен. Жүрегі әрең соғып тұр деді. Бұл өте қатты ауыр соққы еді. Себебі мен оны қатты сүйдім. Қайтып келе жатқанда қатты дауыл тұрып, біз келе жатқан кеме аударылды. Құтқарушы қайықта жалғыз орын болды. Әйелім қаламын деп шешті. Мен өлімнен тіпті қорықпайтын едім, бірақ қызымды ойладым. Титтей сәбиді ойлап қайыққа мініп кете бердім, деп жазылған екен. Біз көбіне адамдарды танымай жатып жек көреміз. Көзімізбен көрмеген нәрсені талқылаймыз. Біреу қателік жасаса, сондай қателікке оны итерген не екен деп бас қатырып жатпаймыз. Керісінше, одан сайын табалап, күнә арқалап жатамыз. Ауылда отырып алып, Алматыда жүрген біреуді өсектейміз. Әлдекімнің қоқсығын әңгіме қылып, миымызға кіргізіп, өз әлемімізді лайлаймыз. Сондықтан өзгеге қатысты пікір айтарда, ол адамның орнына өзіңізді қойып көріңіз. Ауызға ие болғанымыз абзал. Ал біліп-білмей жамандап қойған адамдарымыз болса, олардан тікелей сұрауға шамаңыз жетпесе, ойша кешірім сұрауға болады. Яғни кімді жамандасақ, сол адамның хақысына кіреміз. Мәселен, әлдебіреумен сөзге келіп қалып, я болмаса көңілімізге жақпай қалса, оңбаған, ұятсыз деп, тіпті одан да зорғысын айтып үлгереміз. Ал дәл сол ашуланып тұрған сәтімізде мәселенің байыбына бара алмай жатамыз. Бала тәрбиелеп отырсыз ба? Күні ертең сіз қазір табалап отырған адамның күйі өз басыңызға келмесіне кепіліңіз бар ма? Балаңыздың баласы не болады? Сондықтан ашумен айтқан сөзіңіз болса, сөзіңізбен, ісіңізбен ренжітіп алған адамыңыз болса, өзінен кешірім сұраңыз. Сұрауға әлі де тәкаппарлығыңыз бой бермей тұрса, ойша сұраңыз. Өзіңізді жұмсартыңыз. Нақыл сүресінде шындығында ол тәкаппарларды ұнатпайды делінген.
ендеше көркем мінезді болуға ұмтылайық. Ренжітіп алған адамдарыңыз үшін дұғада болыңыз. Мен де ойша кешірім сұраймын. Аллах тағала мені кешір. Кімді өсектедім, кімнің хақысына қалдым, бәрі кешірсінші. Біреуді ғайбаттап, сеніміңді ақтамасам кешір, деймін. Яғни біз мұндай иілуімізбен, осындай әрекетімізбен көрінбейтін хақыдан құтыламыз. Әрине, елдің бәрін қан қақсатып алып, кешірім сұрап күнәмді жуып шайып аламын деу дұрыс емес. Сондықтан көрінетін хақыдан сыйлық беріп, кешірім өтін. Өкпелеткен, ренжіткен адамдарыңыздан кешірім сұраудан намыстанбаңыздар. Алла тағала қасиетті Құран кәрімнің Ниса сүресі 36 аятында: Аллаға құлшылық жасаңдар, оған ештеңені ортақ етпеңдер. Ата-аналарыңмен, туған туыстарыңмен, жетімдермен, қамқорлығы керек қылған адамдармен, алыс жақын көршілеріңмен, достарыңмен, қол астыңдағы қызметшілермен жақсы араласыңдар. Алла барлық дандайсыған мақтаншақтарды жақсы көрмейді делінген. Ислам дінінде кісі ақысына ерекше мән берілген. Тіпті ширктен кейінгі кешірілмейтін күнәлардың қатарына жатқызылған. Себебі адам ақыретке кісі ақысын арқалап баратын болса, ақысы кеткен адам мен оны кештім демейінше Алланың да кешірмейтіні айтылған. Адамдар қай кезде күнә жасайды? Өмірде ең жаман адам кім? Өтірікшілер, зинақорлар, ішкіштер дейді. Ал ең жаманы ұрылар екен. Өйткені олар ешкім көріп тұрған жоқ деп ұрлайды. Яғни Алланың бар екенін мойындамайды. Яғни имансыздар. Біз бәрін бақылап тұрған Алланың бар екенін шын білген кезде, Алланың әмірінсіз жерге бір тал жапырақ та түспейтінін білген кезде жаман сөз сөйлемейміз. Мәселен, бөтен адам отырса, сырымызды айтпаймыз ғой. Демек, оңаша отырсың ба? Әр ауыздан шыққан сөзге абай бол. Түп санаң естіп отыр, жазып қояды. Ол аздай соны шақырады. Мәселен, жоғарыда айтып өткенінде бала көтере алмай жүрген адамдардың көбі біреу балалы болса, түрі бұзылып, көңіл күйе түсіп кетеді. Әсіресе сол үйдегі жас келіндер босанса, болды мен тумаймын дейді. Сен бала көтере алмай жүрсің, ал біреудің бала көтергені қуаныш. Бірақ ол саған қуаныш сыйлап тұрған жоқ. Ол сенің қызғанышыңды, тәкаппарлығыңды оятып тұр. Біліңіз, қызғаныш сәттілікті жояды. Қызғаныш жетістікті жояды. Өкпе реніш денсаулықты жояды. Өткенге деген реніш болашағыңды жояды. Алла тағала өткен іске өкінгендерді жек көреді дейді. Сондықтан қателігіме де, қуаныш қайғыма да шүкір, қабылдадым, тәубе деп үйрену керек. Кешірім техникасына қатысты тағы бір айтатын жағдай көрінбейтін хақылардан кешірім сұрау. Дұғаның үлкені Алла тағалам, менің біліп білмей жасаған күнәларымды кешір дейді. Кешірім сұрап жүру керек. Кімнен? Ол мейлі ренжіткен адамдарың болсын, мейлі бала-шаға болсын. Сәтсіздікке апаратын, тағдырын құртатын ол тәкаппарлық. Алла тағала айтады, кімде кімнің жүрегінде шаңның тозаңдай тәкаппарлық болса, оның күнәсі кешірілмейді дейді. Әйел мен күйеу ажырасса, менікі дұрыс деп кетеді әрқайсысы. Адам болмады, сүйредім, менікі жөн дейді. Енем күн бермеді, жақпады. Бұл тәкаппарлық. Баламды өсірдім, жеткіздім, бағаламады. Тәкаппарлық. Яғни бүкіл ұрыс-керістің артында тәкаппарлық тұрады. Сондықтан тәкаппарлығыңды сындырмасаң, сенің жолыңда кедергі кездесе береді. Ал оның бір жолы кешірім сұрап сындырамыз. Мысалы, әйелі мен күйеуі ұрысса, олар бір-бірін сағаттап кінәлауға бар. Бір ауыз сөз, кешірші деген сөзді айта алмайды. Кешірім сұрасам, құтырып кетеді деп ойлайды. Адасушылыққа әкелетін сөздер. Ел не дейді? Үндемесең басыңа шығып алады. Өзіңді басындырма, бетіне айтып таста. Бұл тәкаппарлыққа апарады. Жолдан тайдырады. Мен жындарды оттан жараттым дейді Алла тағала. Жынның шаруасы ренжіту һәм ажырату.
Адам қатты ашуланғанда, қатты қайғырғанда түтігіп қып-қызыл болып кетеді. Өйткені оның ар жағында жынның әрекеті тұр. Ал отты немен өшіреміз? Қандайда бір ашуланып тұрған жағдай болса, бетіңді мұздай сумен жу, дейді. Сумен жуасың, оған көнбесең, шомылып ғұсыл алсаң болады. Ұрсысқан сайын, соғысқа шыққан сайын жындар семіре береді. Бұл маятник. Кешір дегенде маятник әлсіреп қалады. Демек, өзіңдікі дұрыс болып тұрса да, кешірім сұра. Кез келген ұрыс-керістің нәтижесі менікі дұрыс деп аяқталуы керек емес, татулықпен аяқталуы керек. Дұрыс болсын, болмасын, онда сен жеңесің. Ашуланған адамдардың бірін-бірі естімейтіні содан. Әйелі мен күйеуі қырылып жатады, баласын ұрып жатыр, қойсаңшы дейсің. Позор, ұят деп елге сүйкімсіз болып көрініп тұрсың дейсің. Баланы ұрғанның өзі дұрыс емес. Білеміз дұрыс емес екенін, бірақ білсек те жасаймыз. Неге? Себебі біз ұйықтап кетеміз. Санамыз ұйықтап қалады. Оянып қаласың да, мен не істедім дейміз. Өйткені разум ұйықтап қалады. Сондай-ақ адамның күнәлаудың ар жағында да тәкаппарлық бар. Мен сөйлегім келеді, бірақ ұялам. Негізі сөйлеуім керекпін ғой. Мен неге сөйлемей тұрмын деген сынды ұялудың ар жағында да тәкаппарлық бар. Мұнда ешкімді күнәлаудың қажеті жоқ. Тек тәкаппарлық арқылы өзіңнің потогыңды жауып тастайтыныңды ұмытпа. Ата-ананы ақтаудың артында да тәкаппарлықтан аса алмай жататындар бар. Мысалы, бір қыз айтады, мені апам баққан деп. Білсек, анасы жұмыс істейтін болған соң баласын тастайтын жер болмаған, ал әкесі тастап кеткен. Осылайша қызын апасына бақтырған ғой. Мен оны қатты сағындым, іздедім, бірақ ол маған келмеді. Ал оған деген менің сағынышым жүрегімді теседі дейді. Тағы бір қыз жазды, мені босанатын үйде тастап кетті. Анамның түрін де білмеймін деп. Енді бір қыз жазыпты, мені әкемді ақтай алмадым. Ол мені іздеп келмеген, мені тастап кетіп қалған. Ал оны қалай ақтаймын деп. Бірақ оның жанында туған әкесі зорлаған қыздардың арасында да әкесін ақтап алғандар бар. Елдер айтады, қалай зорлаған әкесін ақтап алған деп. Алла тағала әке-шешеңе қарап туф деме дейді. Бұл Алланың бізге берілген бұйрығы. Оның жанында ренжу деген не? Міне, психологияның түп тамыры сол жерден басталады да. Алла тағала кешіріп жатқанда біз кешірмейтін кімбіз? Кешірмесең, кешірілмейсің. Өзімізде де жетіп жатыр ғой күнәларымыз. Кешке дейін өсек айтамыз, бала-шағамызға ұрсып тастаймыз, талай адамды талқыладық, талай адамның хақысына да кіріп кеткенбіз. Ал сөйтіп отырамыз да, адамдар неге ақтап алғысы келмейді дейміз. Өйткені өкпе реніш деген нәрсе ауыр жүк. Ал адамдар неден қорқады? Адамдар сол жүк кетіп қалған соң, орнын немен толтырамын деп қорқады. Яғни босап қалудан қорқады. Оларға одан да біреуді кінәлап, ренжіп отырған пайдалырақ сияқты. Сол үшін де ешкімді ақтағысы келмейді. Жаңағы өкпе реніштің орнын, яғни кеңістіктен, бостықтан қорқады да. Мысалы, өмір бақи ренжіп келді де, енді реніштің бәрін ұмытқасын, оның орнын бір нәрсемен толтыру керек қой. Содан да басқа немен айналысатынын білмейді. Оқытқан жоқ мені әке-шешем, баққан жоқ, қараған жоқ, маған мейірімді көрсеткен жоқ, содан мен бақытсыз болып қалдым. Осылай біреуді кінәлау тиімдірек дей. Олар үшін, егер әке-шешесі кінәлі болмаса, басқа біреу емес, жауапкершілікті өз мойнына алу деген сөз. Ал жауапкершілікті ешкім алғысы келмейді. Сондықтан да ақтай алмаймын деген желеуді ұстанады. Әрине ақтай алады. Тек жауапкершілікті саналы түрде алғысы келмейді. Кеңістікті немен толтырам деп қорқақтайды. Мынадай да жағдай болды. Тараздан бір келіншек жеке қабылдауыма жазылды. Күйеуімен ажырасып кеткен. Айтуынша күйеуі нағыз тиран болған. Ұрған, соққан. Содан кейін шыдамаған ол бір қызымен ажырасқан. Кейін бір еркекпен көңіл қосып, одан бала туады. Ол еркектің 5 баласы бар, ал әйелі алқаш екен.
Жаңағы әйел, сен басқа біреуге кететін болсаң, мен өз-өзімді өлтіремін, бір күні суицид жасаймын деген екен. Ал еркек біріншіден осыдан қорықса, екіншіден егер кетіп қалса, балалары қараусыз қалады. Ішімдікке салынған әйелі балаларына қарамай, ешкімге айтпай үйден шығып кетіп қалатын әдеті бар. Сол үшін мен балалардың қасында қалуым керек деп ойлайды екен. Ал енді қараңыз, сол қыздың әкесі кезінде жүріс жасайды. Сол кезде шешесі оны біліп қояды да, ойнақ жасаған әйелінің отбасына барып, ойранын шығарады. Сен білесің бе, сенің қатының жүріс жасайды деп. Содан кейін күйеуі әйелін өлтіріп қояды. Содан бір күні менің пациентіме көрші әйел айтады: сенің мамаң болмағанда тып-тыныш жүретін едіңдер ғой, бәрін құртты ғой деп. Яғни осы жайт менің миымда қалып қалған. Мына еркектің әйелі де өліп қала ма деп қорқамын. Осы еркекпен қалайын ба, қалмайын ба білмей тұрмын. Бір жағынан кетіп қалайын десем, қайда барам, жақсы көремін. Кетпейін десем, қашанға дейін оны қашан келеді екен деп күтіп жүремін, деп үздігіп тұр әлгі әйел. Ол сенің күйеуің болды ма, ұнады ма саған десем, жоқ, ұнамады. Өлтіргісі келді ғой ол, керан ғой дейді. Екі қызы бар, бірінші күйеуінен. Екі қызың бар, шыныңды айтшы, сен күйеуге тисем қыздарыма тиіседі деп қорқасың ба десем, иә, қорқамын дейді. Қарасаңызшы енді, қорқам деп тұр. Бірақ бұл еркек өзінің тапсырысы ғой. Маған келіп кетіп жүрген еркекті не істеймін? Қуып жіберейін бе? Маған нормальный еркек керек дейді. Бірақ саналы түрде өзімен тұратын еркекті қаламайды. Менде пендемін, қателіктерім көп болды. Тіпті бір кездері кейбір адамдар менен сырт айналды. Өз айналамнан бастап өте қатты кінәлаулар бола бастаған соң, мен түні бойы дұға тіледім. Алла менің абыройымды арттыршы деп. Осыншалық күнәһар, оңбаған, нашар адам болсам да, менің абыройымды арттыршы. Мен осы қателіктерді қайтып жасамауға уәде берейін. Бірақ маған бір мүмкіндік берші дедім. Қазір менің айтыстарымның ютубтағы қаралымы 10-15 мың болса, психологиялық сабақтардың, көрсетілімдердің қаралымы 500 мыңға дейін жетіп жығылады. Мен айтыскер ақын ретінде зал толы адамды жинай алмаған болсам, ол адамдар тек менің ақындығыма келіп отыр. Ал қазір мені тыңдайтындар, менің тренингіме келетіндер, мені тұтастай қабылдаушылар. Сондықтан өз тәкаппарлығыңызды өзіңіз сындырмайынша, басқа біреудің келіп сындыруын күтпеңіз. Өз тәкаппарлығыңызды өзіңіз сындырып үйреніңіз, мойындап үйреніңіз. Басқалардың сізден артықшылығын мойындап үйреніңіз. Әсіресе өзінің енесін дұшпан көретін адамдар оның артықшылығында минусқа айналдырып жібереді. Дәлірек айтсам, енем тамақ істесем жағаласып жүреді дейді. Негізінде мен тамақ істегенде енем көмектесіп жанымда жүреді деген қандай ғанибет. Ал бірақ біз тәкаппарлық кезінде плюстың өзін минус қылып көреміз. Ендеше тәкаппарлығымызды өзіміз сындырған кезде Алла тағала бізге нығмет береді, өте көп нығметтер береді. Елдің бәрі еңбек етпей-ақ жайдан жай байып кетті дейсіз бе? Ниетті таза ұстаса ғана адам байиды. Амалдан ниет жақсы дейді. Ал ниеттену үшін оның жолдары бар. Мысал үшін дұғамды айтайын. Я Аллам, егер менің білімім пайдалы болса, маған берекелі байлық бер, деп дұға тілеймін. Яғни мен қазір алып жатқан дүние, жаратып жатқан ақшамның берекесі бар ма, жоқ па, мен осыдан байқаймын. Берекелі ме? Демек мен беріп жатқан білімім пайдалы. Ал көрінетін хақы дегенде біреудің қандай да бір мүлкін иемдену, көз жасына қалу, қарыз, жолын кесіп кету. Бұл көрінетін хақыға жатады. Ал көрінбейтін хақы ғайбаттық жол. Біреуді ренжітіп алып хақысын өтемей, сен жаннатқа да кіре алмайсың. 1000 жерден тақуа болсаң да. Мысалы, сен біреуді жылатып, қарызын алып, жолын кесіп, намазға келіп таптаза болып кете салсаң, оның көз жасына жауап әйтеуір бір беріледі. Сол үшін хақысын ал, кешірім сұра. Бұл дүниеде кешірім алып алған оңайырақ болады. Сондай-ақ жала жабу да көрінбейтін хақыға жатады. Адамдармен қарым-қатынасты жөндеп жүруге қатысты бір әңгімені жазайын.
әлемді жылатқан оқиға. Гүлжан ет зауытында жұмыс жасайды. Бір күні жұмысын аяқтап болған соң ет сақталатын тоңазытқыштары бар салқын бөлмеге бір нәрсені тексеру үшін кірді. Бірақ кері шыға алған жоқ. Есік сырттан жабылып қалды. Қанша тырысқанымен есікті аша алмады. Есікті сырттан біреу ашпаса, іштен аша алмайтынына көзі жеткен Гүлжан көмекке адам шақырып, бар даусымен айқайлай жөнелді. Кешкі уақыт болған соң барлық жұмысшылар үйлеріне қайтып кеткен. Шарасыз қалған соң бар білетін дұғасын оқып, Аллаға жалбарына бастайды. Гүлжанның салқын тоңазытқыштың ішінде отырғанына 5 сағат болды. Кенет есік ашылды. Бірден сыртқа жүгіріп шықты. Есікті ашқан зауыттың қарауылы екен. Гүлжан әрең дегенде сабырға келді. Есін жия бірден қарауылдан мұндай уақытта есікті неге ашқанын сұрады. Ол кісі: мен бұл зауытта жұмыс істеп жатқаныма 35 жылдай болды. Мыңдаған жұмысшылар келіп кетіп жатты. Алайда сол мыңдаған адамдардың ішінде тек сіз ғана менімен таңертең амандасып, кешкісін қоштасатынсыз. Көбісі мені көздеріне де ілмей, тіпті адам деп те санамайтын. Бүгін әдеттегідей таңертең сіз менімен амандастыңыз. Алайда сау болыңыз, ертең көріскенше дегеніңізді естімедім. Тек сіздің маған деген қарым-қатынасыңыздың арқасында өзімді адам ретінде сезінетінмін. Бірақ бүгін сіздің қоштасу сөзіңізді естімегендіктен қобалжып, сізге бірдеңе болып қалды ма деп қатты уайымдадым. Міне, сондықтан мен фабриканы түгел тексеруге шықтым. Күдігім расталып, сіз мына салқын бөлмеде қамалып қалыпсыз деді. Айналаңыздағы барлық адамды сыйлап, қарым-қатынасыңызды үзбеңіз. Қателігіңіз болса, кешірім сұрап түзеңіз. Себебі сіз ертең не болатынын білмейсіз. Ата-анаңызды 70 түрлі үзірмен ақтап ал дедік. Дәл солай сізді ренжіткен кез келген адамды ақтап алуға болады. Ұрғанды да, зорлағанды да, қорыққанды да ақтап аламыз. Ақтауға келмейді дегендей жағдай болса, қалам алып қағазға сол адамға хат жазамыз. Әкеміз бе, шешеміз бе, ағаңыз ба, кім сізді ренжітті, сол адамға хат жазасыз. Және сол адамның атынан өзіңізге хат жазыңыз. Мәселен, әкесі тастап кеткен қыздар өзіне бұлайша хат жазуға болады. Қызым, мен сені тастайын деп кеткен жоқпын. Менің екінші отбасым болды. Сол сәтте шешім қабылдай алатындай шамам болмады. Кешір деген секілді хат жазасыз. Немесе сізге кішкене күніңізде қол көтерген анаңыздың атынан мен баланы қорқытып тәрбиелеу керек деп түсіндім. Менен қорықса пысық болады деп ойладым деген секілді анаңыздың атынан өзіңізге хат жазасыз. Кез келген адамның ісін, әрекетін кешіре алмай жүрсеңіз, Алла тағала қанша күнәмді кешіргенде менің Алла разылығы үшін сол адамды кешіруге неге күшім жетпейді деп сұрақ қойыңыз. Жауабы өзіңізге ұнайды. Пайғамбарымыз кішілерге мейірімді болмаған, үлкендерімізге құрмет көрсетпеген адам бізден емес дейді. Ал ата-анасына реніші бар адамның жеке өмірі де жақсы бола бермейді. Сондықтан мүмкіндіктеріңіздің келген жеріне дейін ата-ананы ақтап алыңыздар. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам: Алланың разылығы ата-ананың разылығында, Алланың ашуы ата-ананың ашуында деген. Көрдіңіз бе, ата-анаңызды ренжіту арқылы, кешірмеу арқылы Алланың хақарына ұшырауға болады. Исра сүресінің 23-24 аяттарында Раббың өзіңнен басқаға құлшылық қылмауларыңа және ата-анаңа ізгілік жасауларыңа бұйырды. Егер олардың біреуі не екеуі қартайса, ол екеуіне түх деп айтпа. Оларға дауыста көтерме. Оларға тек жақсы сөз сөйле. Оларға мейірімділік пен кішіпейілдіктің қанатын жайып, Раббым, кішкентайымда мені тәрбиелеген секілді оларға сен де рахмет деп айт, дейді Алла тағала. Енді ойланыңыз, Алла тағала ұлықтаған адамдарды сіздің ренжітуге, кешірмеуге хақыңыз бар ма? Сондай-ақ, егер сіздің қандай да бір адамды ақтап алуға ашуыңыз, ренішіңіз жібермесе, тәкаппарлығыңыз да оянып тұр деген сөз. Мәселенің осы қырында қараңыз. Қарапайым адамда тәкаппарлық болмайды. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам қарапайымдылығы туралы Ибн Мәжи риуаят еткен мынадай әңгіме бар.
Тіпті Мадина жұртының бір кішкентай күңінің өзі талабын орындату үшін Алла елшісін қолынан жетектеп қалаған жағына апара алатын делінген. Ал бүгінде ақтап алу түгілі екі бауырдың дүниеге таласып, сот табалдырығын тоздырып жүргендерді де естіп жатырмыз. Егер етене жақын адамыңызбен қарым-қатынасыңыз қисық болса, ақша келеді, басқа келеді деп армандамай-ақ қойсаңыз да болады. Келген күннің өзінде бір жағынан қисайып тұрады. Сондықтан бауыры, туған-туысымен қарым-қатынасына сыза түскен жандар түзеңіздер, кешіріңіздер, ақтап алыңыздар. Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай деген: мұсылман адамның бауырына сырттай жасаған дұға тілегі қабыл болады. Оның басында арнайы белгіленген періште тұрады. Кісі бауырына қайырлық тілеген кезде белгіленген періште әмин, саған да сондай қайырлық болсын деп тілейді екен. Өз-өзіңді емдеп ал. Өткен айда бір апаймен жеке кездесу жасадым. Қатты ауырып жүрген соң қызы қоймай маған алып келіпті. Сөйлесіп отырып жазылуға ниетін байқасам, аузымен жазылғысы келеді. Түп санасы басқаша сөйлеп тұр. Апайдың бала-шағасы қалаға оқуға кеткен. Былтыр күйеуі қайтыс болған, белі ауыра бастаған. Сонымен ауруы асқына берген. Неге? Себебі апа жалғыз қалған. Ауырып қалдым деп хабар жібергенде бала-шағасы шуылдап жинала қалады. Үш құса болып жалғызсырап жүрген адамның түп санасына ауырсам бәрі қасымда болады екен деген бағдарлама орнай бастайды. Сонымен апамен біраз сырласып, ішкі сағынышын қозғап, ауырмай-ақ бала-шағасының қасында бақытты өмір сүруге болатынын түсіндіруге тырыстым. Қалаға балаларының қасына көшетін болды. Жалпы көңіл-күй түсе бергеннен ауру асқына бастайтын адамның өзі де байқамай қалады. Көбінесе ауру ішкі күйзелістен, жалғызсыраудан, ұзақ уақыт ренжіп жүргеннен пайда болып жатады. Сондықтан ешкімге ренжімеңіздер, өздеріңізге зиян. Француздың психотерапия саласында ерекше емдеу әдісін ойлап тапқан Эмиль Кюэ деген әйгілі психологы, мықты фармацевт ғалымы бар. Ол адамның сөзі арқылы ойын өзгерте алатынын айтып, ауыр науқастардың өз-өзін емдей алатынын ерекше тәсілін ойлап тапқан. Оның үстіне Эмиль Кюэ өте ауыр науқастармен психикалық жүйке ауруына ұшыраған адамдармен жұмыс жасаған. Сонда оның әлгіндей науқастарға арнап ойлап тапқан дәрісінің қарапайым ғана құпиясы бар екен. Ол дәріні науқастар қабылдар кезде менің денсаулығым керемет деген мазмұндағы сөздерді айтып ішуі тиіс. Ал психикалық аурудан қаншама адамды жазған әлгі сиқырлы дәрінің құрамын зерттеген ғалымдар оның кәдімгі аспирин дәрісі екенін анықтапты. Сонда Эмиль Кюэ адамды ауруынан жазатын дәрі емес, сенім деген. Кюэ адамды ауруынан айықтыру кезінде түп санадағы ойлардың көмегіне жүгінетінін айтқан, және ол: мен емдеуші емеспін, мен адамдардың өз-өздерін емдей алатынын үйрететін оқытушы ғанамын деген екен. Яғни мен саумын деген сөзді науқас адам миға сенімділік орнағанша айтуы керек. Бір мысал айтайын. Құрбымның көршісі қатерлі ісік дертіне шалдығыпты. Тіпті метастазаға кетіп қалған. Қарапайым тілмен айтқанда, жаман аурудың соңғы стадиясына адам денесін әр жерінен тесіп жарақаптай бастайды. Дәрігерлердің өзі ауруханадан алып кетіңдер деген екен. Санаулы күндерін балаларының қасында өткісін деген болуы керек. Содан әлгі әйел ауруханаға келгенде күйеуімен сөйлесіп, балаларын аманаттағысы келген. Сол кездері жақын достарының бірі қайтыс болып, әйелі жесір қалған көрінеді. Мен өлсем сол әйелді ал, жақын адам, балаларға да жақсы қарасады деген әйеліне күйеуі: мен оны алмаймын, басқа бір әйелді аламын депті. Сонда ауырып жатқан әйелі ашуланып: сен менің өлгенімді күтіп жүр екенсің ғой деп күйеуіне ерегіскенде жазылып кеткен көрінеді. Бір қарағанда әзілге ұқсас бұл оқиғаны әлде кімдерден естісем сенбес едім. Жақын құрбым айтты. Әлгі әйелдің өзі өлгеннен кейін күйеуім қайғырмақ түгілі әйел алғысы келіп жүр екен ғой деген ойы оны төсектен тұрғызған. Гиппократтан адам денсаулығына мықты әсер ететін не деп сұрайды. Сонда бірінші сөз
екінші пышақ, үшінші дәрі деген екен. Амалдан ниет жақсы дейді. Жазылам деп ниеттендің, Алла сол ниетіңді қабыл алды. Ниеттің күштілігі сондай, бір адамға садақа берейінші деп ниеттенгенде, сол үшін де Алла сауап жасады екен. Мен байсам, анаған көмектесем, садақа берем десеңіз, сол ниетіңіздің сауабы жазылады. Әрине, бұл ниет шын жүректен шығуы тиіс. Қазір адамдарды жеке қабылдап жүрмін. Аптасына 10-15 адамға психологиялық кеңес беріп үлгеремін. Сол тәжірибемнен бір қызық оқиғаны айтайын. Осыдан 4 ай бұрын 50-ден асқан апай келіп мұңын шақты. Үйде 2 келіні бар. Үлкен келініне 7 жыл, кіші келініне 6 жыл болғалы бала көтере алмай жүр екен. Алдымен үлкен келінмен сөйлестім. Ешқандай диагноз қойылмаған, еш жері ауырмайды, күйеуінде де бәрі жақсы. Шыныңды айтшы, екінші келін түскенде менен бұрын туып қояды ма деген қорқыныш болды ғой десем, мен әлі күнге дейін сол келін көтеріп қояма деп зәрем ұшады дейді. Көрдіңіздер ме, бәленің бәрі қайда басталып тұрғанын. Адамның түп санасы сенің біреу жайлы ойлап тұрғаныңды, қорқып тұрғаныңды ұқпайды. Апсының бала туып қоймасын деген қорқыныш түп сана өзіне қабылдап жатыр. Исламда сен өзіңе тілеген нығметті басқаға тілемейінше толық мұсылман болып саналмайсың деген хадис бар. Сондай-ақ, кімде-кімнің мұсылман бауырына нығмет тілеп дұға жасаса, періштелер саған да бұйырсын деп, сен үшін дұға тілеп жатады дейді. Тағы бір хадисте. Міне, сіздерге психология, ал кіші келіннің проблемасы неден дейсіздер ғой? Кіші келін келе салып, үлкен келінмен алысқан. Мен ұл туамында осы үйден кетіп, бөлек шығамын, сен бедеусің деген. Жай ғана айтып қоя салмаған. Үлкен келінді сондай сөздерімен жылатумен болған. Сондай ауыр сөздерімен өзіне өзі ор қазып жүргенін жас келіншек қайдан білсін. Сонымен 3-4 ай бойы үлкен келін өзімен жұмыс жасады. Апсын сәби көтерсін деп күні-түні дұға жасады. Аффирмация айтты. Міне нәтижесі. Мен емші емеспін. Бала көтеруден ем-домын мүлдем білмеймін. Мен тек адамның түп санасын талдауға, ойын өзгертуге көмектесе аламын. Армандар орындалады. Әр адамның жүрегінің түкпірінде бір арманы бар. Ал арман орындалу үшін ең алдымен тап-таза сенім керек. Аллаға деген сенім. Сіз тек Алланың әмір еткен бұйрықтарын орындасаңыз болғаны. 100 000 айлық беріп отырған бастығыңыздың барлық талабын бұлжытпай орындайсыз ғой. Ал неге 18 000 ғаламды жаратқан Раббымыз бәтеңкеге бау керек болса да менен сұра деп тұрғанда қорқақтайсыз? Әлемнің кез келген атышулы байларының өмір тарихын қарап шығыңызшы. Барлығы да тақыр кедей болып барып көтерілген. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Кедей болғаннан бай болған хайырлы емес пе? Бастысы табысыңыз адал болсын. Біреудің хақысын жемеңіз. Шындығында ақша деген энергетикамен келеді. Яғни жақсы энергия арқылы шақыра аласыз. Байлық зонасына өту негізі оңай, бірақ адамдар өздері қиындатып қойған. Инстаграмдағы дайректе келген хаттардың бәрі негативті. Шаршадым, бақытсызбын, өмір сүруге құлқым жоқ, армандарым жеткізер емес, деп бәрі мұң шағады. Қарапайым мысал айтайыншы. Мысалы, бақшадағы жаңадан түйін салған алманы жұлып алып жесеңіз не болады? Аузыңызды аштады, ішіңізді өткізіп мазаңызды шақырады. Солай ғой. Арман деген сол алма тәріздес. Оның өзінің қызаратын, пісетін уақыты бар. Мәселен, сіз көлікті армандадыңыз. Шикі алманы шыдамай жеп қойғандай, қарыз алып немесе кредитке алып алсаңыз, сол көлікті мінген құрлы рахатын көрмейсіз ғой. Асықпаңыз. Әр нәрсенің уақыты бар. Біз қанша асыққанмен бала да 9 айсыз тумайды. Сол сияқты арман, мақсаттың да пісіп жетілетін уақыты болады. Алланың есебі түгел. Адамның миы антенна сияқты. Яғни, мида қандай ой көп болса, өміріңіз сондай болады. Айналып кетейіндер-ау, жақсы ойлап, тым болмаса, қиялыңызда бай, бақытты өмір сүріп көрсеңізші. Ол үшін ешкім ақы сұрамайды ғой. Негативті ойдың бәрінен құтылыңыз. Үйді қалай аламын, баланы қалай оқытамын, кредиттен қалай құтыламын деп
бас ауыртпаңыз. Ол сіздің шаруаңыз емес. Алла қаласа, бір-ақ күнде өміріңіз өзгереді. Бір-ақ күнде. Тіпті өзіңіз де байқамай қаласыз. Тек асықпай сабырмен күтіңіз. Мақсат қойыңыз да әрекет ете бастаңыз. Алла барлық есікті аша бастайды сол кезде. Миыңызға неше түрлі идея келе бастайды. Сіз өзіңіз сол өмірге қашан дайын боласыз, сол кезде армандарыңыз орындала бастайды. Біз аузымызбен дайын болғанымызбен миымызда көп қорқыныш пен сенімсіздік тұрады. Сол негативтен құтылсақ болды, тартылыс заңы жұмыс жасай бастайды. Яғни барлық мәселе мида. Ештеңеден қорықпаңыз, әдемі армандарыңыз көп болсын. Арманға тез қол жеткізудің жолын айтайын ба? Ең жек көретін адамыңызға өзіңізде жоқ нәрсені тілеңіз. Я Аллам, бәленшеге баспана бер, көлік бер, бала бер, бәрін бер, бақыт бер деп тілей беріңіз. Сосын періштелер дұшпаныңа да жақсылық тіледің, яғни барлық дұғаң қабыл болуға лайық деп сіз үшін тілектес болады. Кімде-кім жақсылық жасауға ниеттеніп, бірақ жасамаса, Хақ тағала оны толық жасалған бір жақсылық есебінде жазады. Егер де жақсылық жасауды ұйғарып, әрі оны жүзеге асырса, Алла тағала сол бір ғана жақсылығы үшін 10 сауаптан бастап 700 есеге дейін, тіпті одан да еселеп сауап жазады. Бұхари, Муслим. Ендеше басқа адам үшін дұға етіңіз. Аффирмация. Алла тағала мүміндерге, адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деп бұйырған. Бақара сүресі 83 аят. Сөздің құдіреті жайлы айтып та, жазып та жүрмін. Аффирмацияның не екенін түсіндіріп айтылу ретін айтып, жеке кітапта жаздым. Расында да, сөз адамның өмірін түбегейлі өзгерте алатын ұлы күш. Сөздің құдіреті көп қалауыңызды қаржандырады. Бірақ аффирмацияны дұрыс айту керек. Мен қарыздан құтылғым келеді. Дұрыс па? Жоқ. Ми бұл аффирмацияның қарыз деген негізгі сөзін ғана қабылдайды. Яғни қарыз деген сигналды қабылдап дамыта бастайды. Дұрысы, менің табысым бәріне жетіп жатыр. Ақшаны алып жатырмын және беріп жатырмын. Нақтылық керек болса, мен 2 миллион. Қанша қарызыңыз бар, содан сәл көптеу қылып айтасыз. Табыс таптым. Аллаға шүкір. Аффирмацияны миға сіңгенше, жағымыз ауырғанша, тіліміз талғанша айтуымыз керек. Ауызша айтатын мүмкіндік болмаса, іштей айтасыз. Аффирмацияны дұрыс айтып үйренгіңіз келсе, менің Айнұрдың аффирмациялары кітабын ала аласыздар. Немесе өзіңіздің тілектеріңізге қарай сөйлемдер құрап, өз аффирмацияңызды қалыптастырыңыз. Адамның өміріне қатты әсер ететін нәрсе сөз. Өкінішке орай сөздің құдіретін сезіне бермейміз. Исламда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер деген хадис бар. Тіпті артық сөйлеп қоямыз ба деп қорқатын сахабалар ауыздарына тас салып жүретін болған екен. Луиза Хей, адамдар аффирмацияның құдіретін білсе, ештеңе істемей, тек соны айтқан болар еді дейді. Біз көп жағдайда адамның басына жамандық болса, тілінен тапты дейміз. Өзі біреудің баласын жамандай беруші еді, енді өз баласы сөйтті деп тілінен келген бәле екенін бірден білеміз. Жақсы сөз де солай. Нені көп айтсаң, сол болады. Ең мықты деген барлық психологты тыңдасаңыз, таңертең менде бәрі керемет, мені тек қуаныштар күтіп тұр деп айта беріңіз дейді. Олай болса, тек жақсы нәрсе айтыңыз. Өкпе, реніш, қызғаныш деген қап-қара энергетика. Адамның төбесінде қара бұлт сияқты Алладан келетін барлық нығметтің жолын жауып тұрады. Еш тілегіңізді болдырмайды, арманыңызға жеткізбейді. Еңсеңізді басып, одан сайын қиындықты көбейтіп тұра бермек. Олай болса, көзімізді жұмып, барлық буынды босатып, аяқ-қолды айқастырмай бос қойып, 7 рет терең дем алып, іштегі ауаны асықпай шығарып отырып ойланайықшы. Кімге өкпелейміз? Кім бізді өкпелетті? Терең дем аламыз да барлық ренжіткен адамдарды кешірейік. Өзіміз ренжітсек кешірім сұрайық, қуанайық. Жек көретін адамымыз үшін Аллам оның дұғасын қабыл етіп, барлық арманына жеткізші. Ол ешкімге жамандық ойламайтын бақытты адам болсыншы деп дұға жасайық. Әрине, айтуға оңай, жасауға да оңай. Тек тәкаппарлықты қойыңыз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбетін тәкаппарлықтан сақтануға кеңес береді. Тәкаппарлықтан сақ болыңыздар. Расында, Ібліс адамға тәкаппарлықтан сәжде қылмаған болатын. Ибн Асакир риуаят еткен. Немесе Исра сүресінде де жер бетінде алшаң басып жүрме. Расында сен жерді тесе де алмайсың, биік таулармен де теңесе алмайсың деп ескертілген. Сондықтан сіздікі дұрыс болса да кішірейіңіз, жымиыңыз. Өмірі бітпейтін қиындықтар бар ма? Мәселен, мектеп бітіретін кезде қалай қиналдық? Ақша жетпей тозып кеткен кездерде болды ғой. Қайда сол қиындықтар? Бәрі де өтті, кетті. Бәрі жақсы болады. Біз бақыттымыз. Өкпе реніштен арылудың басқа да нәтижелі жолдарын келесі тарауларда таратып айтатын болам. Сөз құдіретіне қатысты тағы бір жайтты айтайын. Қалай ойлайсыз? Ең көп еститін сөзіміз қандай? Өзіміздің есіміміз. Яғни өз атымызды естісек, бүкіл миымыз, жүрегіміз елең ете қалады. Себебі азан шақырыпқан күннен бастап бүкіл клеткамызға сіңген. Адам атының тағдырына көп әсер ететін де сондықтан. Байқасаңыздар, танымал қыздардың есімінде ай көп кездеседі. Айгүл, Айнұр, Алтынай, тағы басқа. Айтақын ағамыздың ақын болатынын білместен ата-анасы ақын болсын деп қойған еді. Солай болды. Айтақын ағамыздың екі ұлы бар. Бірінің аты Арман, кенжесіне ақын Жандарбек Бегімбетовтей ақын болсын деп Жандарбек деп ат қойған. Атақты ақын Жандарбек Бұлғақовты қазір танымайтын қазақ жоқ. Сол сияқты Мейрамбек те қазір барлық мейрамның ортасында жүреді. Нұрсұлтанның да патша болатынын білмесе де, елдің сұлтаны болса екен деген ниетпен қойылды ғой. Мұхамеджан Тазабековке де жердің бетіне исламды таратқан асыл пайғамбарымыздың аты қойылған еді. Қазір ол исламды бүкіл қазаққа таратып отырған арнаның жетекшісі. Ақын Сара Тоқтамысоваға да кешегі Сара Тастанбек қызы сияқты ақын болсын деп қойылған атта ақталды ғой. Майра апайымыздың есімін Уәлидің Майрасындай әнші болсын деп қойса, Роза апайымызға да Бағланова Розадай бұлбұл болсын деп ырымдаған. Жалпы қазақтың розалары шетінен әнші. Бәрінің басында атақты Роза Жаманова апамыз тұрғаны белгілі. Яғни балаға ат қойғанда жеңіл желпі қарамай, жақсылап мән берген дұрыс екен. Және ол есімді не үшін қойғаныңызды шегелеп айтып, миына сіңіре бергеніңіз дұрыс. Энергиясы болмаса адам сөйлемейді. Яғни энергияны қай жаққа салады, сол жақ дамиды. Ойында бәрі бизнес болса, бизнес дамиды. Ұрыс-керіске энергия бердіңіз бе, ол дамиды. Телефонға шұқшия бересіз бе, оған деген тәуелділік пайда болады. Ауру да ойлаған сайын дамиды. Ауру мазалап жүрме, ойыңызды бизнеске, демалысқа жұмсаңыз. Өйтпегенде аурудың энергетикасы дамиды. Әлгінде айтқан зона комфортаға кіріп кетеді. Ақшаны ойлайсыз, энергияңыз осы жерде тұр. Әрине көбейеді. Енді ойлаңыз, сіздің энергияларыңыз қайда кетіп жатыр. Сондықтан жақсы сөз сөйлеңіз, энергияңыз да жақсы жаққа құйылады. Аффирмация айту арқылы арманыңызды орындай аласыз. Бір тілегіңізге қатысты аффирмацияны қалай айту ретін түсіндіре кетейін. Мәселен, баспаналы болғыңыз келді делік. Менің көп қонақ күтетіндей зәулім үйім бар. Алла тағала маған күн сайын бітпейтін несібе беріп жатыр. Күнде таңертең ояна салысымен және кешке 10 реттен осы сөзді айтыңыз. Шамамен 2 аптадай уақыт өткенде сіздің аузыңыз осы сөздерді автоматты түрде айтатын болады. Ауыз өздігімен айта беретін кезге жеткенде миыңыз осы сөзге сене бастайды. Ал ми сенді деген сөз тартылыс заңы жұмыс істейді деген сөз. Көп ұзамай-ақ зәулім үйдің иесі болып шығасыз. Ертегі сияқты деп сенбесеңіз, өзіңіз біліңіз, бірақ 100% жұмыс жасайды. Алла тағала бәтеңкеге бау сұрасаңдар да беремін дейді екен. Тек өзіміз сенбейміз, күмәнданамыз. Жүрегіміз қалағанмен миымыз сенбей тұрады. Сол үшін түп санаңызды тазалап алыңыз да алға ұмтылыңыз. Мәселен, Түркістан облысының алыс бір ауылында отырған келіншек менің Нұр-Сұлтан қаласындағы қос қабатты үйімнің иесі боламын деп ойлады ма?
жоқ, бірақ ол аффирмация айтты. Менің сабақтарымды тыңдап жүрген. Ол тіпті 5 баласымен пәтер жалдап тұрса да, үйді емес, қажылыққа жолдаманы ұтып алғысы келгенін айтты. Бибінұр Тапаеваға хабарласып, сүйінші, сіз пентхаус ұттыңыз десек, мен негізі қажылықтың жолдамасын ұтып алғым келіп еді дейді. Сөйтсе ол кісі пентхаустың не екенге ұқпаған. Қараңыз, Бибігүл сол кезде менің 28 күндік ораза ұстау марафоныма қатысып жүрген екен. Онда аффирмация айту, садақа беру сынды бірқатар тапсырмалар бар еді. Бұл туралы осы кітапта бөлек тараумен жазамын. Айтпағым, Бибігүл марафонның тапсырмаларын мұқият орындап жүрген. Айнұрдың мотивациялары кітабын күйеуіне айтпай сатып алып оқыған. Оқып қана қоймаған, орындау керек тапсырмаларды орындаған. Ол сенген, тапсырмаларды мұқият орындады. Нәтижесі әне. Аяқ асты баспаналы болу деген шын мәнінде аяқ асты бұйыра салмайды. Ол сіздің Алладан тілеген тілегіңіз, дұғаңыз, басқаға жасаған жақсылығыңыз, берген садақаңыздың, сөйлеген сөзіңіздің нәтижесі. Мен таң атқаннан кеш батқанша жұмыс істеуіңіздің нәтижесі демедім. Әрине, жалқау болмау керек. Бірақ жанкешті жұмыстың нәтижесі ғана адамның арманын орындайды деп айта алмаймын. Бұл туралы онлайн дәрістерімде үнемі айтып та жүрмін. Енді қажеттеріңізге жарайтын бірнеше аффирмацияны жаза кетейін. Алла мені шексіз сүйеді және бар жағдайымды жасап қойған. Мен ең жолы болғыш, ең бақытты, ең сүйікті әйелмін. Менің отбасым өте бақытты, тату тәтті өмір сүріп жатырмын. Мені дені сау баланы дүниеге әкелдім. Менің табысым бәріне жетеді. Баймын әрі бақыттымын. Менің балаларым жетістіктерімен қуантуда. Мен бақытты анамын. Менің денсаулығым күннен күнге жақсарып келеді. Күш қуатым өте жақсы. Аллаға шүкір.